1000 бала олимпиадасына тестілеуден өту нұсқаулы. Жалпы талаптар. Тестілеуден сәтті өту үшін келесі шарттарды орындаңыз. Тестілеуді камерасы мен микрофоны бар компьютерден немесе ноутбуктен өтіңіз, себебі тестілеу прокторинг жүйесін қолдану арқылы жүзеге асады. Тестілеуді жеке, жақсы жарықтандырылған және тыныш бөлмеде өткізу ұсынылады. Сонда қатысушы камерада анық көрінеді. Егер мұндай мүмкіндік болмаса, тестілеуді сыныпта өткізуге болады. Бірақ келесі шарттарды сақтау қажет. Оқушыларды дұрыс отырғызыңыз, бір-бірінің артында отырғызбаңыз, сонда олар камераға түспейді. Ұсынылатын отырғызу, парталар шеңбер бойынша немесе әрпімен орналасу керек. Артқы фонда адамдар жүрмейді, себебі бұл ереже бұзушылық болып саналады. Бөлмеде тыныштықты сақтаңыз. Техникалық талаптар. Келесі браузерлерді пайдаланыңыз: Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex. Safari браузері прокторинг жүйесінде тест тапсыруға жарамсыз. Браузерді қонақ режимінде, инкогнито режимінде іске қосыңыз. Компьютер немесе ноутбук Windows немесе Mac жүйесінде болуы керек. Тестілеу кезінде тұрақты интернет байланысын қамтамасыз етіңіз. Тестілеуді бастау. Браузерді инкогнито қонақ режимінде ашыңыз. Сайтқа өтіңіз. Қатысушының жысын және тіркеу кезінде орнатылған құпия сөзді қолданып тіркеліңіз. Жеке кабинетте тестілеу бөліміне өтіңіз. Прокторинг ережелері. Тестілеу кезінде келесі ережелерді сақтау қажет. Тыйым салынады. Камерада көрінбей қалуға. Камерадан сыртқа бұрылу, бетті қолмен жабуға. Ескерту: үлкен көзілдіріктер мен олардың шағылуы бет әлпетті тануға кедергі келтіруі мүмкін. Бөгде адамдар болмауына. Шулауға болмайды. Шуды жүйе бұзушылық ретінде тіркейді. Олимпиада тапсырмалары бар бетті жабуға. Интернетті басқа мақсаттарда пайдалануға. Қосымша беттер мен іздеу жүйелерін ашуға. Камераны немесе микрофонды жабу немесе ажырату. Тестілеуді қалай дұрыс тапсыру керек? Камера алдында түзу отырыңыз, бетіңіз анық көріну үшін жеткілікті жарық болсын. Экранда тек олимпиада тапсырмалары көрінуі тиіс. Басқа терезелер мен қосымшаларға тыйым салынады. Шуламаңыз. Тапсырмаларды орындау үшін дәптер мен қаламды қолдануға болады. Камера мен микрофонды реттеу. Камера мен микрофонды пайдалануға рұқсат беріңіз. Браузерде мынадай сұрақ шығады. Сайт камера мен микрофонды пайдалануға рұқсат беруіңізді сұрайды. Рұқсат ету батырмасын басыңыз. Экранды жазуға рұқсат сұрау пайда болады. Экранмен бөлісу батырмасын басып, құрылғы экранын таңдаңыз. Тестілеуден өту. Камераға, микрофонға және экран жазбасына қол жеткізу мүмкіндігін бергеннен кейін тестілеуді бастаңыз. Әрбір тапсырмада 4 жауап нұсқасы бар. Жауапты таңдап, келесі сұрақ батырмасын басыңыз. Барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін тестілеуді аяқтау батырмасын басыңыз. Таймер және тесттен өту мүмкіндіктерінің саны. Әрбір пәнде таймер көрсетіледі. Ол тапсырмаларды орындауға қалған уақытты санайды. Уақытты бақылаңыз. Тестілеу барысында бұзушылықтар есептегіші жұмыс істейді. Максималды бұзушылық саны 25. Егер бұзушылық саны осы мәнге жетсе, жүйе тестілеуді автоматты түрде аяқтайды. Сізде тестілеуді басынан аяғына дейін өту үшін 5 мүмкіндік бар. Тестілеуді аяқтау. Тестілік нәтижелері экранда көрсетіледі. Олимпиадада сәттілік тілейміз.